Қыздар, біздің өміріміз ойдан басталады. Таңертең тұрдыңыз, не істедіңіз? Бірінші ойлайсыз, иә? Жаттығу жасасам екен, немесе ойбай асығып тұрмын деген сияқты адамның ойына бірінші ой келеді, иә? Бірінші адамның ойлайтыны ой. Демек, біздің өміріміз ойдан басталады. Ми бізді білмейді. Қайсы ой бізге керек, қайсы ой керек емес, білмейді. Сен нені ойлай бересің, соны ми жаза береді да, соған сай сценарийларды өмірімізге әкеле береді. Например, дейік та, мен депрессияда кезімде, ертең кредитті қайтып төлеймін. 5 күні кредит қайтып төлеймін, мен оны дедім ба, сол ойлаған күннен бастап уже минус состоянияға түсе берем ғой. Настроением болмайды, біреу звондаса ағым келмейді, біреу жазса жазғым келмейді, күйеуім жазса ұрсып жауап беремін, балдарымды жіркеймін. Уже ана туындаған ойды қараш, бүткіл өмірімді бұзып жатқанын мен аңғардым, енді білінеді ғой. Уже негативің шашырап, өзіңе оны. Бұл ойлар не только өмірімізді, отношенияны да құртады ғой. Ата-анаң не қылсын, тығысың не қылсын, жаңа ойың сөйтіп жаман болып тұрған кезде ойламай бір бәлен спонтанно айтып жібере саласың деген сияқты ше. Күйеуіңмен ортаңды да бұзады да, ойың басқа нәрседе болып тұр, а сен оның бүйтіп айтқан кезде сіркең су көтермей тұрады ғой. Ана ойдың кесірінен да. Ал соның орнына ғалымдар, мен емес зерттеп тастаған, ғалымдардың зерттеп тастаған практикалары бар, тәжірибелері бар. Соны оқып, біліп, ізденіп, соларды алып, неге ойыңды түзеп, содан кейін өміріңді түзеуге кіріспеске. Қарап тұрсаңыз, біздің өміріміздің мәнін құрып тастайды екен ғой жаңағы ойда. Ал енді соның орнына жарайды, кредиттің тұр, оны ойламағанда, ойлағанда ешқандай жеңіл ештеңе жоқ. Жеңіл сезініп ше, өзіңді жеңіл сезім. Енді сөзбен айтқанға келмейді, өздеріңіз көріп біліп жүргендей. Мен былтыр мартта білім алған болсам, содан әліге дейін практиковать етемін ғой, әліге дейін жасаймын. Қыздар, осы ойға байланысты сіздерге мынандай бір практика айтқым келіп тұр. Сіздер де өмірлеріңізді қолданып көріңіздерші, действительно работает. Бір нәрсеге қатысты, сіздің ашуыңыз келіп тұрған нәрсеге байланысты ойыңыз өзгертіңіз. Мысалға, біздің Бақидың жұмысында бастығы болған, семейный досымыз болған аға біздің Нұрбақытқа руль берген да, балдарының ойнаған рулі. Мынандай басқарылатын артында шнуры бар, бірдеңе қосып ойнайтын руль. Нұрбақыт үйіне барған кезде қызыққан ғой анаға, сөйтіп жарайды әкете ғой деген. Нұрбақыт үйге әкелген, үйде жатты, ана жерде, мына жерде жатқанда жыным келетінше, ой, мына мусорканы әкеліп алып мынауда деп жыным келетін да ана рульге. Сосын аяқ асты ағамыз қайтыс болып кетті. Ана рульді мен подвалға барып қойған болатынмын. Одан кейін балдар көріп алыпты да алып шығыпты. Уже алып шыққан кезде ана руль мен жыныма тимей жатыр ғой. Себебі мен ана рульге байланысты ойымды өзгерттім. Қой, бұл ағаның көзі ғой. Аға өзі бар кезде беріп еді ғой деген сияқты ше. Простой пример осы деймін да. Мен ана рульге қатысты өзімді көзқарасым өзгерттім. Қой, ағаның көзі бұл. Аға қандай күшті керемет адам еді, сондай ағаның әдемі энергиясымен келген руль бұл біздің үйге деп ше. Сол рульді көрген кезде мен ешқандай да ашуым шықпайды қазір. Ол руль әлі де қазір шай ішетін столдың үстіне де қойып алады, балдар ше, ойнайды. Бірақ ешқандай да менің ашуымды тудырмайды. Не только бұндай практикалар менің немде өте көп болған. Келесі видеоларда тағы да бөлісіп тұрамын.